Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге логикалық есептердің шешуімен бірге көретін боламыз. Олай болса, кеттік. Бірінші логикалық есебіміз бұл бірінші логикалық есеп. Қолымызда 10 саусақ бар. 10 қолда неше саусақ бар? Ойлануларыңызға 10 секунд уақыт береміз. Егер бұл жеткілікті болмаса, компьютеріңізде стопты басып, қалағаныңызша ойлануыңызға болады. Олай болса кеттік. Сұрақты қайтадан бір оқиын. Қолымызда 10 саусақ бар. 10 қолда неше саусақ бар? Шешуіні көрейік. Шешуі: әр қолда 5 саусақ болғандықтан 10 қолда 50 саусақ бар. Келесі логикалық есебіміз бұл: бір жанұяда 5 ұл бар. Олардың әр қайсысының қарындасы бар. Сол жанұяда қанша бала бар? Шешуін көрейік. Шешуі: барлық баланың қарындасы біреу болғандықтан жанұяда барлығы болып 6 бала бар. Келесі логикалық есеп бұл былай беріліпті: 3 тауық 3 күнде 3 жұмыртқа салады. 12 тауық 12 күнде қанша жұмыртқа салады? Уақыт кетті. Шешуі: 3 тауық 3 күнде 3 жұмыртқа тапса, 12 тауық 3 күнде 12 жұмыртқа табады. Ал 12 күнде 12 бөлу 3 тең 4, 12 көбейтіру 4 тең 48 жұмыртқа табады. Келесі логикалық есеп: бір айда 5 жексенбі бола алама? Шешуі: я болады. Мысалы, айдың бірі жексенбі болса, келесілер 8-і, 15-і, 22-і, 29-дары. Сол сияқты 2-сі, 9-і, 16-сы, 23-і, 30-і бола алады. Ең соңғы логикалық есеп бұл: 1, 2, 3, 4, 5 тең 100 дейді. Осы жұлдызшалардың орнына тиісті таңбалар және жақшалар қою керек. Шешуі: бір көбейтірілген жақша ішінде 2 қосылған 3, көбейтіру 4, көбейтірілген 5. Бұл тең 100 болады. Сіздермен бірге болған Джоха Мистер каналы. Видео ұнаған болса лайк, ұнамаса дизлайк. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.